Бірінші сұрақ. Стокгольм Эле өзенінің оңтүстік жағалауында орналасқан ежелгі Үйсін қаласы. Бұл жерде Үйсін мемлекетінің астанасын сұрап тұр. Үйсін мемлекетінің астанасы Қызыл аңғар, яғни Чегу немесе Чегучен. Бұл жерде жауабы Е болу керек. Мәселен, жауабы әрқайым болмайды. Бұл қола дәуірінің ескі ежелгі қаласына жатады. Бәбіш молда болмайды. Бұл сақтарға қатысты. Битян болмайды. Бұл Қаңлы мемлекетінің астанасы. Шеріграбад болмайды. Бұл Қызылорда қаласына маңда орналасқан сақ астанасы болу керек. Екінші сұрақ. Қасқыр бейнесі бар үш аяқты қорбандықтықта табылған сармат қорымы. 5 жауабының барлығы сарматтарға қатысы бар. Бірақ Аралтөбеден сарматтардың көсемінің қару-жарағы ясат аяғы табылған. Терең бәйтеде табылған ерекше заттар жоқ. Сынтастан болмайды. Бұда сүйек қасық табылды деп келеді. Сондықтан да жауабы 5 оба болу керек. Үшінші сұрақта түріктердің жазба әдебиеті дүниеге келген уақыт. Жалпы түріктердің бұл жерде тілі қай уақытта пайда болды десе, біздің заманымыздан бұрын 1-ші мыңжылдық болу керек. Бұл жерде жазба әдебиетін сұрап жатыр. Яғни жауабы С 8-ші ғасыр болу керек. Төртінші сұрақта 7-ші ғасырдың басында Монғолияның солтүстік батысын мекендеген түрік тайпасын сұрап жатыр. Мәселен, бұл жерде Монғолияда өмір сүрген тайпаларда қарауымыз керек біз. Түркеш тайпасы болмайды. Бұл Қазақстан жерінде өмір сүрген тайпа. Қарлық тайпасы болмайды. Бұл Алтайда өмір сүрген тайпа. Қарахан деген бұл мемлекеттің аты. Бұл тайпа, бұндай тайпа болған емес. Бұл жерде Қимақ болу керек жауабы. Қыпшақтар болмайды. Өйткені қыпшақтар Қимақ тайпасын құрамында өмір сүрген ең көп тайпа еді. Сондықтан жауабы Е болу керек. 5-ші сұрақта Қимақ қағанатының саяси өмірінде беделі күшті болған топ. Әр заманда, қай заман болмасын, қай мемлекетті болмасын, беделі күшті болатын тек қана әскерилер болу керек. Жауабы әскерилер болу керек. 6-шы сұрақта қола дәуірінде мал көшпелерінің меншігінде, ал жер қауымның рудың меншігінде болу керек. Өйткені жерді бірлесіп қолданды. Біздің Қазақстан жерінде ешқандай мемлекетте, ешқандай тайпада жер жеке меншікке берілген емес. 7-ші сұрақта Қытай деректерінде Қаңлы жауынгерлерінің саны сұрап жатыр. Бұл жерде 630 мың болмайды. Бұл халық саны. Бұл жерде үйсіндердің халқының саны көзеп тұр. 600 мың болмайды. Бұл қаңлылардың халқының саны сұрап жатыр. 100 мың, 175 мың деген болмайды. Бұл ойдан құрастырылған сандар еді. Сондықтан да 120 мың болу керек. 8-ші сұрақта Шығыс түрік қағанатының билеушілері Білге мен Күлтегін тиімді шартқа қол жеткізген мемлекет. Шығыс түрік қағанатының көршісі Қытай. Ол кездегі мықты империя. Сондықтан да Қытай болу керек. Қытаймен бұлар келісімшартқа отырып, өзінің жаңағы шығысындағы саяси жағдайын реттеп алады. Беріл қорымының нөмірі 11-ші обасында жерленген ер адам мен әйел адам болады. Яғни екеуі бірге жерленген екен. Оныншы сұрақта 11-ші ғасырда Құтадғу білік еңбегі алғаш рет осы тілде жазылды. 11-ші ғасырда Құтадғу білік еңбегі әрине түрік араб алфавитімен түрік тілінде жазылған ең алғашқы шығарма. 11-ші сұрақта ежелгі сақ қалалары Шірік-Рабат, Бәбіш молда болу керек. Ал қалған жауаптарында мәселен Пұшық Мардан бұл қаңларға қатысты, Көк Мардан да қаңларға қатысты, Баланды Сугулкет деген бұл орта ғасырдың Қазақстанның қалалары, Арқайым
Ақсүймек келмейді, әрқайым қола дәуіріне қатысы бар. Сондықтан жауап А болу керек. 12-ші сұрақта 12-ші ғасырда қазіргі Түркістан қаласында сопылық ілім насихатшысы болған ғұлама, әрине Қожа Ахмет Яссауи болады. Біріншіден бұл жерде 12-ші ғасырда бұл тек Яссауи, екіншіден Түркістан қаласында ұстаздық еткен. 13-ші сұрақта үйсіндердің Ақтас қонысынан табылған заттай деректер дәлелдейді. Әрине бұл жерде егіншіліктің болғанын, яғни Ақтастан егіншілікте қолданатын кетпен, тесе сияқты заттар табылған. 14-ші сұрақта 448 жылы Еділ сарайында болып қайтқан елші, Византия елшісі Приск болады. Марцель бұл жерде ол заманда өмір сүрген Рим тарихшысы, бұл болмайды. Менандр Протектор деген бұл орта ғасырда өмір сүрген Византия елшісі тарихшысы. Диодор Земарх болмайды. 15-ші сұрақта Найман мемлекетінің аты шыға бастаған кезең. Найман мемлекетінің аты шыға бастады, яғни күшейе бастады 12-ші ғасырдың екінші жартысы. 16-ші сұрақта алғашқы адамдар еңбек құралдарының жаңа түрлері дәнүкіш, келі, балта, тағы басқа ойлап тапқан уақыты. Бұның жауабы неолит, жаңа тас ғасыры, яғни жаңа еңбек құралдар, ерекше бір еңбек құралдар жасалынған дәуір болады. Ал дәнүкіш, келі, балта неолит дәуірінде ойлап табылған. 17-ші сұрақта орта ғасырда қазақтардың біртұтас халық болып қалыптасу барысын кешеуілдетті. Яғни Қыпшақ мемлекетін, Қыпшақ хандығын бас алған, талқандаған, сол заманда қалыптасып келе жатқан қазақ халқының, яғни 13-ші ғасырдағы моңғол шапқыншылығы болады. 18-ші сұрақта 1235 жылы бүкіл моңғолдық құрылтайда қабылданған шешім. Бұл жерде жауабы батысқа жорық жасау болу керек. Яғни Жошының өлімінен кейін, Батый отырғаннан кейін, Жош ұлысында 1235 құрылтайда сол әскердің, батысқа жорықтың жасалуы керек әскердің қолбасшысы Батый тағайындалып, осының батысқа қарай жорық жасалады. 19 сұрақта Геродот жазбаларында олардың әрқайсысы қыста ағашты қалың ақ киізін жауып, соның астына Таңдай деп жазылған тайпа. Бұл 19 сұрақтың жауабы аргипейлер, яғни солтүстік батыс Қазақстанда өмір сүрген тайпаны келтіріп отыр Геродот. 20-ші сұрақта түріктердің өнеріне қатысты туралы мәлімет оқып, не туралы айтылғанын анықтаңыз дейді. Яғни бұл мәтінде жартастағы суреттерді келтірген, отанда жауабы жартастағы суреттер болады. Яғни мәтінді оқып отырып, мысалы, мәселен терракоталар болмайды, бұл кірпішті көрсетіп отыр. Көркем керамика болмайды, бұл жерде сурет мәселесі келді. Балбал тастар болмайды, бұл қаза болған адамның басына бейітін қарайту үшін қойылған зат. Ұсақ пластика болмайды, бұл жерде пластикаға қатысты мәлімет айтылып жатқан жоқ.